Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай етсіз, өте дәмді болып шығатын, өте тойымды ас түрін жасаймыз. Бұл тағамды түскі асқа немесе кешкі асқа да жасасаңыздар болады. Балаларыңызға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін салқын суымыздың үстіне бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз еріп кету керек. Осының үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Бірінші қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығу керек. Дайын болған қамырымызды жарты сағат көлеміне пакетке салып тынуға қойып қоятын боламыз. Ал енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бізге пияз, картошка және асқабақ керек болады. Барлығын осындай үткіштің көмегімен майдалап өткізіп аламыз. Майда болғаны дұрыс. Барлығын үткіштің көмегімен өткізіп алдық. Енді осының үстіне дәміне қарай бұршымызды және тұзымызды салып араластыратын боламыз. Енді тыныққан қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін қайтадан пакетке салып қойып, екінші бөлігін жаятын боламыз. Алдымен ұн сеуіп алып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Одан кейін ноқтаудың көмегімен сағат тілін айналдырып отырып жаямыз. Біз шұп-шұқа қамыр болғанша жаятын боламыз. Егер қамыр жайып атқан кезде қамырларыңыздың шеттері қалың болып қалатын болса, осындай істесеңіздер болады. Екі бүктеп, одан кейін бір-бірінің үстіне келіктіріп, конверт сияқты орасаңыздар, және тек қана шеттерін ғана басып жайып шықсаңыздар, бір тегіс болып жайылатын болады. Шеттері шығарады. Ең бірінші бетін, одан кейін келесі бетін аударып, өйстіп шеттерін жайып шығасыздар. Сонда бір келкі жұқа қамыр болып шығады. Осылай істеп көріңіздер. Мінекей біздің қамырымыз дайын, әдемі болып шықты, жұп-жұқа болып жайылды. Мінекей астындағы узорларына дейін, қолымның суретіне дейін көрініп тұр. Мінекей осы қамырымыздың үстіне енді май жағатын боламыз. Сұйық май жағамыз. Ортасына сұйық май жағып алып, содан кейін барып айнала шетін бәріне осылай бір-бірін тигізіп жатып жағатын боламыз. Барлық жеріне май жағып болған кейін төртбұрыштап кесіп шығамыз. Мантыға кескендей кесіп шығатын боламыз. Дайын кесілген қамырымыздың үстіне ортасына осындай салмаларымызды салып шығамыз. Барлығын салып шығамыз. Қатты қалың қылып жіберудің қажеті жоқ, қазір орағанда әдемі дөңгелек болып оралу керек. Оралу тәсілі осындай. Екі шетін бірінші жауып аламыз. Одан кейінгі бір бұрышын жауып, келесі бұрышымен айналдырып орап шығатын боламыз. Осылайша барлығын бір келкі қылып орап шығамыз. Дайын болған қамырларымызды енді мантаварканың листіне орналастыратын боламыз. Листімізді алдымен майлап аламыз, жақсылап қамырымыз жабысқымау үшін. Одан қамырларымызды рет-ретіне орналастырып аламыз. Осы кезде суымыз қайнап тұру керек. Отқа қоймастан бұрын бетін жақсылап майлап аламыз. Сол кезде жұмсақ, әдемі болып пісетін болады. Беті майланған қамырларымызды 30-40 минут көлемінде қайнап тұрған мантаваркада пісіріп аламыз. Мінекей біздің тамағымыз пісіп шықты. Осындай әдемі, жұмсақ болып пісіп шықты. Асты ешқандай жабыспайды, оңай алынатын болады. Енді осыны ыдысымызға орналастыратын боламыз. Өз қалауларыңызша бетіне подлив жасасаңыздар да болады. Біздің отбасымызда подливті ұнатпағандықтан майонезбен және тұздалған қиярмен жейтін боламыз. Осылайша барлығын орналастырып аламыз. Мінекей осылай дастарханға қойсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Қонақтарға ұсынсаңыздар да болады. Өте жұмсақ,
тойымды болып шықты. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Сіздерге видеом ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналымды қолдап маған жазылып кетіңіздер. Каналымда басқа да дәмді рецепттермен бөліскенмін. Сол рецепті көріп шықсаңыздар да болады. Сіздерге көп рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдағы уақытта дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.